Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа тақырыпты бастамас бұрын 4 сурет, 1 сөз әдісін пайдалана отырып, бүгінгі жаңа тақырыбымызда бірлікте анықтайық. Суретте не көріп тұрсыздар? Еділ, бірінші суретте не көріп тұрсыз? Тыныс алу мүшесі. Тыныс алу мүшесі, өкпені көріп тұрсыз, жарайды. Екінші суретте Айым не көріп тұрсыз? Мен вирус пен бактерияларды көріп тұрмын. Жақсы. Ал Ерке, келесі 3-4 суретте не көріп тұрсыз? Мен 3 және 4 суретте туберкулезбен және де COVID-19 мен ауырған өкпені көріп тұрмын. Жақсы. Әрине, бұл адам ағзасының тыныс алу мүшесі. Және де сонымен тыныс алу мүшесімен байланысты жұқпалы ауруларды көріп тұрсыздар. Оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қандай? Кім айтады? Карим. Менің ойымша бүгінгі біздің тақырып тыныс алу мүшелерінің аурулары. Дұрыс оқушылар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз тыныс алумен байланысты. Сабақтың тақырыбы тыныс алу мүшелерінің ауруларының себептері мен алдын алу жолдары. Сабағымыздың мақсаты тыныс алу мүшелерінің ауруларының себептері мен алдын алу жолдарының түсінді. Оқушылар, дұрыс тыныс алу сергіту жаттығуын жасайық. Жарай ма? Ал тұрамыз орнымыздан. Бірінші жаттығуымыз күннің көзін ашайық. Яғни терең демалу арқылы біз күннің көзін ашамыз бұлттардан. Жарай ма? 1, 2, 3. Терең демаламыз. Тынысымызды шығарамыз. Тағы бір рет қайталайық. Терең демаламыз, тынысымызды шығарамыз. Жарайсыңдар оқушылар. Екінші жаттығуымыздың аты көбелекті ұшырамыз. Яғни қолымыздағы көбелекті кесеміз, ұшырамыз. Тыныс алу арқылы көбелекті ұшырайық. 1, 2, 1, 2. Жарайсыңдар. Отыра қойыңыздар. Тыныс алу жүйесінің негізгі мүшесі саналатын өкпенің дертті болуына түрлі жағдайлар әсер етеді. Өкпе аурулары негізінен 2 топқа бөлінеді. Ол спецификалық және спецификалық емес. Спецификалық емес түріне өкпенің қабынуы, яғни пневмония мен обструктивті созылмалы аурулар жатады. Оның пайда болуына ұзақ уақыт шылым шегу және өкпенің мөлшерден көп шаң тозаңмен ластануы әсер етеді. Яғни түрлі өндіріс орындарында қызмет ететін адамдар үшін аталған дертке шалдығу қаупі жоғары. Көбінесе қыс айларында пайда болатын тұмау жұқпалы аурулар түріне жатады. Әлсіздік, мұрын қуысының ашуы, жөтел, дене қызуы сияқты алғашқы белгілер адамның мазасын қашырып, тамаққа тәбетін жоғалтады. Аурудың қоздырғышы түрлі вирустар. Ол түшкіру, жөтел, дәлірек айтсақ сілекей арқылы тез тарайды. Оған қоса науқастың жеке заттары да тасымалдаушы болып табылады. Бұл дертпен бір мезетте бірнеше адам сырқаттануы мүмкін. Тұмау әсіресе нәрестелер мен қарттарда өте қауіпті. Себебі олардың ағзасында ауруға төтеп бере алатын иммундық жүйе әлсіз дамыған. Сондықтан гриппке шалдыққан адам аурудан толығымен айықпайынша өзін ортадан алшақ ұстағаны жөн дейді мамандар. Туберкулез таяқшалары жылы әрі ылғалды жерде тез тарайды. Ал адам ағзасы әсіресе өкпе қуысы микробтардың шоғырлануына таптырмас орын. Осылайша дертті қоздыратын, көзге көрінбейтін коқ таяқшалары өкпені зақымдап, туберкулез ауруына шалдықтырады. Дерттің ашық және жабық түрі болады. Ашық түрінде ауру таяқшалары қақырықта кездеседі. Аурудың бұл түрімен ауыратын адамдар өте қауіпті. Себебі вирус тарату қаупі басым. Ал жабық түрінде қақырықта таяқшалар болмағанымен, асқынған кезде оның да қоршаған орта үшін зияны бар. Әлемдік статистика бойынша демікпе ауруымен жаһанның 1/4 бөлігі ауырады. Бұл дегеніміз 300 миллионға жуық адам осы дертке шалдыққандығын көрсетеді. Демікпе дұрыс демала алмау, тыныс жолдарының тарылуы, ал аурудың бастапқы белгісі бронхиттен пайда болады. Ақш дәрігерлері өкпе ауруларының 98% тазалық сақтамағандықтан туындайтынын айтады. Ал Ресей ғалымдарының зерттеуінше көлемі 1 шаршы метр жерге шаңның 12.000 түйірі жиналатын көрінеді. Сондықтан Оқушылар тыныс алу үрдісін еске ала отырып,
қойылған сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Бірінші сұрақ: тыныс алудың адам үшін маңызы қандай? Кім айтады? Ал Айым. Тыныс алудың адам үшін маңызы көп, өйткені тыныс алусыз адам өмір сүре алмайды. Мысалы, 3 күн сусыз, 30 күн тағамсыз біз өмір сүре аламыз, ал 3 минут біз сусыз өмір сүре алмаймыз. Жақсы, рахмет, керемет Айым. Екінші сұрақ: тыныс алу мүшелерінің қандай ауруларын білесіздер? Ал тыныс алу мүшелерімен байланысты қандай ауруларды білесіз? Ал Кәрим. Туберкулез. Сұрамыз. Мен туберкулез, пневмония деген ауруларын білемін. Қазіргі жағдайға байланысты пандемия болып жатыр. Қандай ауруға байланысты ол ауру? Тұрамыз. COVID-19 ауру деген, Ал келесі сұраққа келе кетсек, қазіргі уақытта әлемде болып жатқан тыныс алу жолдарын қоздырушы вирустың аты қандай, кім біледі? Ал Рамина айта қойыңыз. COVID-19 ауру. COVID-19 ауруы. Ал оқушылар, келесі сұрағымыз: тыныс алу мүшелерін ауруларын болдыртпау мақсатында қандай сақтық ережелерін, емдеу шараларын айта аласыздар? Кім айтады? Кәне, Еділ, Муслима, Алишер, Айым. Мен мысалы бас гигиенасын сақтау керек, және адам өзін таза ұстау керек. Жеке бас гигиенасын сақтау керек, дұрыс. Ақерке, тағы не қосатыңыз ба? Көпшілік ортада маска кию қажет. Маска кию керек. Дұрыс айтасыз. Ал Еділ, не айтқыңыз келеді? Антисептикпен қолдану қажет. Антисептик қолдану керек. Сіздер мектепте антисептик қолданасыздар ма? Әрине. Ал Алишер, не қосасыз? Оқушылар, жарайсыңдар. Келесі тапсырманы орындырайық. True false тапсырмасы арқылы берілген сөйлемдердің дұрыс бұрысын анықтап шығайық. Сіздерге уақыт беріледі. Біріншісін, кім оқиды? Өкпе обырының туындау себептерінің бірі темекі шегу. Денис, бұл дұрыс па, бұрыс? Дұрыс. Әрине. Екінші сұрақ: тұмау, туберкулез таяқшасын тудыратын өкпе ауруы. Бұл дұрыс па, бұрыс? Рамина? Бұрыс. Бұрыс, яғни дұрыс емес. Дұрыс. Үшіншісі, бронхит ауруын тудыратын микроағзалардың әсерінен бронхының қабынуы. Карим? Бұл жауап дұрыс. Дұрыс айтасыз. Төртінші сұрақ: бронхо демекпесі ауылы тамшылы жолмен тыныс алу мүшелері арқылы берілетін жұқпалы ауру. Айым? Дұрыс емес. Дұрыс емес, бұл жауап әрине. Бесінші, тұмау тыныс жолдарының жұқпалы вирустық ауруы. Ақерке, бұл дұрыс па? Дұрыс, әрине дұрыс. Оқушылар, коронавирус өкпе түтіннің қабынуынан болатын өкпенің жұқпалы ауруы. Карим? Дұрыс. Дұрыс, бұл жауап, әрине. Жарайсыздар, қазір біз тексерейік дұрыс және дұрыс емес жауаптарын. Сіздердің жауаптарыңызға сәйкес келді ме екен? Қарап шығыңыздар өздеріңізбен дәптерлеріңізге жазғандар бойынша екінші және төртінші бізде дұрыс емес жауаптар, қалғандары бізде дұрыс жауаппен сәйкес. Ал оқушылар, попс әдісі арқылы мен сіздерден осы сұрақтарға ауызша жауаптарыңызды қабылдаймын. Келесі жаттығуымыз ауру түрлерін емдеу шаралары бойынша сәйкестендіресіздер. Бос орындарыңызға өздеріңіз дұрыс жауаптарыңызды тақтаға жазасыздар, жарай ма? Бірінші сұрақты кім оқиды? Айым? Антибиотикпен емделеді. Бұл туберкулез ауруы. Туберкулез ауруы бізде антибиотикпен емделеді. Тақтаға жаза қойыңыз дұрыс жауабыңызды. Жарайсыз. Болды. Дұрыс жауаптарын табу керек бұл жерде. Екінші сұрақты кім оқиды? Карим, оқи қойыңыз. Вирусқа қарсы препараттар қолданады. Қандай вирусқа препараттар қолданады? Менің ойымша тұмауға. Жарайды, дұрыс айтасыз. Дұрыс жауапты тақтаға жаза қойыңыз. Ал келесі сұрақты кім оқысы келеді бізде? Ал Әлеке?
адам өкпесінің ауруын анықтайтын тексеру әдісі ол рентген. Рентген. Дұрыс айтасыз. Жаза қойыңыз. Үшінші. Қазір дұрыс жауаптарымызды сәйкестік тексеріп көрейік. Бірінші сұрақ, туберкулез ауру деп айым жазды. Дұрыс па екен? Дұрыс, иә. Еділ, екіншісі, біздің Кәрім жазған жауабы дұрыс па? Қарап сәйкестендіріңізші. Дұрыс, иә. Тұмауда вирусқа қарсы препарат қолданылады екен, иә. Үшіншісі, Ақеркенің жазғаны дұрыс па екен? Рентген адам өкпесінің ауруын анықтайтын тексеру әдісі. Дұрыс па екен? Дұрыс. Жарайсыңдар, оқушылар. Сіздерге ББ кестесін толтыруға беремін. Ол ББ кесте дегеніміз білгенім, білдім, не білгім келеді. Әрине, бүгінгі сабақта не білдіңіз, не білгіңіз келеді, және не білгендеріңізді жазып шығасыздар. Жарай ма? Толтырып маған өткізіңіздер. Жазып болсаңыздар, әкеліңіздер, маған өткізе қойыңыздар. Жарайды. Ат жөндеріңізді жазыңыздар ғой, Жақсы. Жарайды, оқушылар, осымен сабағымызды аяқтаймыз. Үй тапсырмасы тақырыпты жақсылап оқып, тілек сөздерді толтырып дәптерде жазып келеміз.